Кәрістер өз елдерінің атауын Корея деп немесе оңтүстік Корея деп атамайды. Кәрісше Корея деген ол Дханмингук, ал кәріс халқы деген Хангук Сарам. Мысалы, Финляндия өз елдерінің фин тілінде Суоми деп атаған секілді. Кореяда адамның жасы бала іште пайда болғаннан бастап басталады. Яғни туыла салып, жаңа сәбидің жасы 1 жаста. Сондықтан шетелге шығып, немесе шетелде өмір сүретін кореянкалар өте қатты қуанады, себебі Кореядан шыға сала олардың жасы 1 жасқа жасарады. Кореяда жасқа байланысты нақты иерархия бар. Сондықтан кәрістермен бірінші таныстықта олар сіздің жасыңыз нешеде деп сұрауы мүмкін. Егер де сіз кәрістен тіпті 1 жасқа үлкен болатын болсаңыз, онда олар сізге басын изеп амандасып, сіз деп сыйластығын білдіру мүмкін. Яғни ол кәріс сізге шынымен де сыйлап тұр деген сөз болмауы мүмкін әрине, бірақ сондай әдептілікті көрсетеді. Кәрістер амандасқан кезде сәлем, қалайсың деудің орнына тура аударған кезде күріш жедің ба деп сұрауы мүмкін. Бұл деген сөз ашаршылық заманында әркімде тамақ бола бермеген, сондықтан егер адам тамақ жеген болса, онда оның жағдайы жақсы дегенді білдіреді. Сондықтан олар бірінші сол жағдайың жақсы ма деудің орнына тамақтандың ба, қарның тоқ па деген мағынада пам могоссо, яғни күріш жедің бе деп сұрайды екен. Кореяда әдептілік, үлкенге құрмет жақсы дамығанымен, қоғамдық көлікте жастары үлкендерге орын бермейді. Басында Қазақстаннан келген мен үшін ол өте ерсі көрініп, үлкендерге орын берген кезінде үлкен ата-апаларым маған ұрсып берген. Мен саған қарт көрініп тұрмын ба деп. Сондықтан мен де қазір оған үйреніп алдым. Егер қоғамдық көлікте үлкен кісілер тұрып тұрса, онда мен орын бермеймін, себебі ұрыс естігім келмейді әрине. Жалпы Кореяда жас адамдардың үлкендерге, қарт кісілерге орын бергенін көрген емеспін. Өзім жүкті кезде метроға мінгенімде бір жас қыз, немесе жас кішкентай бала маған орын берген емес. Сондықтан мүмкін олар бірдей ақша төлеп келгендіктен мен неге орын беруім керек деп санайтын шығар. Бірақ бұл жерде кішкене адамшылық болу керек деп ойлаймын. Маған бұл шеті Кореяның ұнамайды. Алайда Кореяда үлкен қарт кісі немесе жүкті әйел қоғамдық көлікте отырмайды деген сөз емес. Қоғамдық көлікте арнайы пенсионерлерге арналған орындар бар, және де жүкті әйелдер немесе баласымен мінген әйелдер отыратын бөлек розовый түсті орын бар. Ол жаққа бос кезде ешкім отырмайды. Егер де әйел, мысалы, жүкті әйел мініп қалып, егер ол жерде бір басқа адам отыратын болса, ол міндетті түрде тұрады, себебі заң бойынша сол жүкті әйелдің құқығылы орны. Және келесі қызықты нәрсе, Кореяда қоғамдық көліктер, автобус, метролар өте мықты дамыған, өздері уақытымен кешікпей жүреді. Сонымен қатар машинамен жүргеннен қарағанда, бір жерден келесі жерге жету үшін автобуспен немесе метромен жеткен тезірек уақыт бойынша. Себебі автобустың өзінің бөлек жолы бар, ол жерде қарапайым машиналар жүруге болмайды. Егер сол жермен машина жүретін болса, онда штраф төлейді. Яғни мысалы машиналар көп пробкада тұратын болса, автобусная линия бар ғой, жолы, ол жер бос тұрады, автобустар тез-тез өтіп, ешқандай пробкасыз тез жетесіз. Сонымен қатар бұл жақта сол автобусқа, қоғамдық көліктерге төлейтін системасы да қызық, себебі мысалы пересадка жасайтын болсаңыз, мысалы бір автобуста бір жерге жету үшін 3 автобусқа немесе бір автобус метро, сосын тағы бір автобусқа міну керек болатын жағдай болатын болса, онда сіз тек қана бір рет қана төлейсіз. Яғни бір рет төлейсіз автобусқа, мінесіз, метроға ауыссаңыз болады, одан кейін тағы автобусқа мінесіз. Сонда ешқандай сізден ақша алынбайды. Бірақ бір шарты бар оның, мысалы бір автобустан түскеннен кейін келесі автобустың арасы жарты сағаттан аспау керек. Сол кезде сіз келесінде тегін өте аласыз. Бірақ негізі бұл жақта автобустар өте бір 10 минут сайын кешікпей жүреді. Сондықтан бұл ешқандай проблема емес. Сондықтан және де бір жерге жету үшін ешқандай көп ақша жаратпай солай жетуге болады. Келесі қызықты жайт ол такси туралы. Жалпы түнгі 12-де Кореяда метро тоқтайды, сол кезден бастап таксистер белсенді жұмыс жасай бастайды. Жалпы таксиге мінген кезде өздеріңіз байқайсыздар, такси жүргізушілері өте қызықты. Өйткені олар сен кәрісше білесің ба, білмейсің ба, қызықтырмайды. Кәрісше әрдеме әңгімелерін айтып отырады. Одан кейін мысалы сен бір жерді атасаң, дұрыс айтсаң, мысалы мен Гуңдоң деген жерге барам, немесе Юсонгу деген жерге барам деп анық кәрісше айтып тұрсаң да түк түсінбейді.
түсінбеген сияқты бір тұрады солай. Одан кейін әдейі бұл жақта жалпы таксиде ақшаны қаншалықты расстояние жүресің, соған байланысты көбейе береді. Сол үшін олар жаңағы бір жерге бару, бір ұзақ емес қысқа жерге бару үшін айналып пробкаға түсіп, солай айналдырып алып барады. Сөйтеді дағыны ақшаны өте көп алуы мүмкін. Көбінесе егер иностранец екеніңізді біліп қоятын болса, онда сізді алдауы мүмкін. Жаңағы мысалы мен мына жақта жүре алмаймын, өйткені бұл жақта машина көп деп көрсетіп тұр деген сияқты әрнемен айтып, сізден көп ақша алуы мүмкін. Сондықтан жалпы бұл жақта такси кісілерді онша ұнатпайды. Оның үстіне мысалы өзіңіз машинамен келе жатсаңыз, алдыңызда таксистер кесіп кетуі мүмкін, қалай болса солай жүру мүмкін деген сияқты. Сондықтан таксистер кішкене қызық деп айтсам болады. Алайда Корея өте қауіпсіз ел болып саналады. Осы жақта 4 жыл бойы менде бір зат жоғалған емес, жоғалған болса кәрістер өздері тауып беріп жатады. Сондықтан мысалы кафе, ресторан секілді жерлерде адам көп болып жатса, онда орынды алып қою үшін адамдар сол ең бағалы заттар, мысалы ноутбук, әшекей, телефон деген сияқты заттарын столдың үстіне қойып кетеді. Ол деген сөз, бұл орында адам отыр, ешкім тиіспесін деген сияқты. Және де мысалы менде бір рет ситуация болған, үйде бір затымды қалдырып кетіп, кафеде сабақ оқып отырғанмын, ноутбугымды, барлығын, айпадымды сол жерде қалдырып кеттім да, үйден жаңағы затымды 10 минуттық жерден алып келдім спокойно, ол жерге ешкім ештеңе тиіскен жоқ. Оның үстіне Кореяда мысалы біз бірнеше рет көргенбіз, есік алдында машиналардың парковкада қойған кісілер терезелерін ашып қалдырып кеткен, ішінде заттары жатыр, бірақ ешкім ол жерге ешкім тиіспейді. Сондықтан бұл қауіпсіз ел, және де адамдар жайбарақат өздерінің заттарын қалдырып жүре береді. Қауіпсіз ел дегенмен әрине Корея мінсіз ел емес, бұнда да қылмыс бар, алайда салыстырмалы түрде өте аз. Себебі барлық жерде Кореяда камералар тұрады, сол арқылы, камера арқылы қылмыскерлерді бірден сол мезетте ұстап алады. Кореяда әйел әжетханаларына кірсеңіздер, онда суретке түсіруге болмайды деген жазуды, жаңа суретті байқайсыздар. Себебі бұл жақта сондай қылмыс түрі болған, яғни әйел адамдардың төмен жағынан суретке түсіріп, немесе видеоға түсіріп, сол материалдарды сататын қылмыскерлер болған. Сондықтан сондай қылмыс түрінің жазасы ретінде олар сондай стикерлер жапсырып қояды. Егер де сол стикерді көріп тұрып, сондай сияқты қылмысқа баратын болса, оның жазасы өте ауыр, және де ондай адамдарды бірден тауып алады. Кореяға байланысты осындай қызықты ақпараттарды білгілеріңіз келетін болса, онда менің каналыма жазылып өтіңіздер. Себебі бұл тек бастамасы. Алда осылай қызықты жайттарды неше түрмен бөлісетін боламын. Соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.